Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alamin. Vel akıbatu lil muttaqin. Ve salatu ve selamu ala Rasulihi Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Amma ba'd. Құрметті көрермендер, бүгінгі уағызымыз Алла қаласа иншалла жомарттық туралы бір ауыз айтпақшымыз. Жомарттық деген біздің дінімізде өте жоғары бағаланатын бір қасиет. Аллах табарак ва тағала қасиетті Құран кәрімнің басында, мысал үшін байқасаңыз, Бақара сүресінің басталуында айтады, тақуа кісілерді белгілері туралы баяндаған кезде Аузу биллахи минаш шайтанир раджим. Алиф лам мим. Заликал китабу ла райба фих. هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. Бұл жерде намазды толық орындайды, зекетін береді, және біздің бергенімізден жетім жесір пақыр міскіндерге бөліседі деп тақуа жандардың қасиеттерін баяндайды. Соның ішінде Алла Тағала нақты айтады, біздің бергенімізді бөліседі деп. Яғни Алла Тағала біздің бойымызда бар жақсылықтың бәрі, біздегі бар мал, мүлк, рызық, несібенің бәрі Алланың қалауының арқасында. Енді сондай екен, біз Алланың жолында неге бермеске, Алланың жолында неге аяймыз? Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтады, садақа берумен ешқашан мал дүние азайып қалмайды деген хадисі бар. Бұл хадис нақты айтылған хадис. Яғни кейбір бауырларымыз, кейбір азаматтар сол садақа берсек өзімізге жетпей қала ма, өзіміз қайтеміз, өзіміздің жағдайымыз қиын болып қалады ма деген бір ойларға келіп, садақа беруге қиналуы да мүмкін. Кейде байқаймыз, естіп қаламыз, Рамазан айындағы пітір садақасын, немесе пидияны, немесе мал дүниеден берілетін зекеттерді бергісі келмегендіктен кейбір адамдар ашуланып, ренжіп, өкпелеп, неге бұндай, неге бағасы бұндай болып кетті, неге өсіп кетті дегендей сұрақтар қойып жатады. Негізінде садақа жүректен шығарылып, Алланың разылығы үшін өзінің жақын туыстарының ішіндегі таныс білістердің арасындағы жетім, жесір, жағдай жоқ кісілерге өзіндегі барымен бөлісу деген нәрсе. Ал енді кісінің шамасы кемей жатса, мүмкіншілігі болмай тұрған болса, әрине бермей-ақ қойса, ешкім оны зорламайды, ешкім мәжбүрлеп тартып алмайды. Садақа деген кезде оны разы болып, жүректен шығарып, шынайы бір ниетпен берілгенде ғана садақа болып дұрыс болады. Хадисте келеді, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямдан риуаят етілген, әр таң атпай тұрып, аспан әлеміне екі періште түседі екен. Бір періште Алланың жолында ихсан еткен кісілердің мал дүниесіне береке бер, мал дүниесіне арттыр дейді. Екінші періште сол уақыттың өзінде мал дүниесін қызғанып, біреулерге бөлісуге шыдамай, жарамай, өзін қаламай отырған адамдардың мал дүниесінен берекесін алып қой деп Алла Тағалаға дұға тілек айтып тұрады екен. Енді құрметті бауырлар, қайсымыз болса да жомарттық дегенде міндетті түрде мал дүниемен, ақшамен берілетін затқа ғана түсінбеу керекпіз. Мал дүниеден бөлек те садақа жасаудың, жомарттық жасаудың жолдары өте көп. Мысал үшін жақсы жылы сөзбен, жылы жүзбен біреуге жымиып қараудың өзі Алланың жолындағы берілген садақаға жатады. Кейде бауырлар, мен өзім бір мешітте жүрген кезімде шетелде, сол Мәдина-и Мұнавварада мешіттен шығып бара жатқан кезде бір жұпыны киген жас баланы көрдім. Жас бала қолында жұрттардан хайыр, садақа сұрап жатыр ма екен деп байқап қасына барып қаласам, керісінше қолында бір коробкада құрма жемістерін, құрманы ұстап алып, өткен кеткеннің бәріне үлесіп, өзінің жағдайда мәз емес, өзі де оңып тұрған жоқ. Бірақ соған қарамай, аз болса да, бір құрма болса да мұнан алыңыздаршы. Алла разылығы үшін сіздерге хадия деп бөлісіп тұрған өз көзіммен көргенім бар.
Енді біз де балаларымызға сондай бір тектілікті үйретіп, балаларымызды жақсы жағға тәрбие беретін болсақ, енді бұның артынан келетін сауап өте пайдада көп. Жақсы ақыл айту, жақсы кеңес беру, біреуге бір жол көрсету, біреуді дұрыс жаққа бастау, бұл да жомарттықтың бір түрі болады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам өзінде болмаса да ешқашан жоқ деп айтпаған екен. Өзінен біреу бір нәрсе сұрап келген кезде өзінде жоқ болса, міндетті түрде мен қолыма түссе, сол нәрсені сізге беремін. Немесе осы нәрсені қарастырып тауып беруге тырысамын деп уәде бергендігі тарихтан белгілі. Құрметті жақсылар, әр уақытта да жағдайымыз келгенше, шамамыз келгенше Алланың разылығы үшін өзімізде бар нәрсемен бөлісуге әдеттенсек, бұл өзіміздің пайдамыз. Берамағанның өзінде де бір жылы сөз айтсақ, жақсы лебізімізді айтсақ, иншалла адаспаған боламыз. Алла баршамыздан разы болған болсын. Ахридауана алхамдулиллахи раббил аламин.